Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бүгінгі сабақта комбинаторлық есептерді таңдап алу тәсілімен шығарасын. Бірінші тапсырмаға қарайық. Әлия ерекше жануарлар бейнеленген суреттер іздеді. Ол 3 сурет тапты. Бірақ сабаққа тек 2 сурет қажет. Ол 2 суретті қанша тәсілмен таңдай алады? Жануарлардың атының бірінші әріптермен белгілеп, барлық нұсқаларды жаз. Міне салпы ерін, аңғыр қояны, жалқау аң. Әр қайсысының бірінші әріпімен белгілейміз. С, А, Ж. Ендеше ол тек қана 2 сурет апару керек. Қанша тәсілмен апара алады? Бірінші, яғни С, А, салпы ерін, аңғыр қояны. С, Ж және А, Ж. Сонда жауабы 3 тәсілмен. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Торда сары, жасыл, көгілдір және көк тоты құс отыр. Айнаға тек 2 тоты құсты алуға рұқсат берілді. Айнаның қанша таңдау нұсқасы бар? Яғни сары, жасыл, көгілдір, көк 4 тоты құс бар екен. Содан ол тек қана 2-ін ғана алуға рұқсат бар екен. Ендеше қарайық, қандай нұсқалар бар екен? Сары, жасыл, сары, көгілдір, сары, көк. Жасыл, көгілдір, жасыл, көк, көгілдір, көк. Сонда жауабы айнаның 6 таңдау нұсқасы бар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. 3528 санының цифрларының әр қайсының орнын ауыстыра отырып алуға болатын. Осы санның өзінен үлкен қанша сан бар? Яғни балалар, осы 3528-ден үлкен сан болу керек. Неше сан жазала екенбіз? Кәнеки ойланып көріңіздер. Енді жауаптарымызды тексерейік, кәнеки. 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532. Сонда жауабы 15 сан бар. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма. Арманға хайуанаттар дүкеніндегі балықтың 5 түрі ұнады. Балықтардың бағасы бірдей, бірақ оның 3 балыққа ғана ақшасы жетеді. Арманда балықтың 5 түрінен 3 балықты таңдаудың неше нұсқасы бар? Балалар, мен 5 балықтың 1, 2, 3, 4, 5 деген цифрлармен белгіледім. Ендеше осыдан енді 3 балықтан таңдау нұсқаларын жасайық. Кәнеки, бірге көрейік. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Сонда жауабы 9 нұсқасы бар екен. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Әр түрлі тәсілмен есепте. Тиімді тәсілді тап. Бірінші тапсырмаға қарайық, бірінші есепке. Жақшаның ішінде 150 мен 20-ның қосындысы бөлінген 5-ке. Яғни бұнда тиімді тәсіл 150-ді 5-ке, 20-ны 5-ке бөліп, қосып шығаруға болады. 150-дің 5-ке бөліндісі 30, 20 мен 5-дің бөліндісі 4, 30-ды 4-ке қосамыз, 34. Екіншісіне қарайық. 452 мен 148-дің қосындысы. Яғни бұнда ең бірінші бізге қосып алған жеңіл, е? 452 мен 148-ді қоссақ, бізде қанша болады? 600. 600-ді 2-ке бөлеміз, 300. Келесі, 50 көбейту жақшаның ішінде 2 қосу 12. Бұнда қосып алып, немесе жеке көбейтіп те шығаруға болады. Мысалы, 50-ді 2-ке көбейтеміз 100,
50-ді 12-ге көбейтеміз, 600, 100-ді 600-ге 700. Келесі, 819 қосу 45 бөлу 3 тең болады. Мұнда жеке бөлуге болады, немесе қосып алып бөлуге болады. 288 болады. Келесі, мұнда 128 мен 172-ні қосып аламыз. Бізде қанша болады? 300. Содан кейін 450 мен 50-ді қосамыз, 500. 500-ді 300-ге қосамыз, 800. Келесі 25 көбейту 6 көбейту 4. Бұнда тиімді тәсіл бірінші 25 пен 4-тің көбейтіндісі 100 болады. 100-ді 6-ға көбейтеміз, 600. Келесі 50 қосу 150 көбейту 4. Яғни бұнда бірінші қосып алған бізге тиімді. 50-ді 150-ге қосамыз, 200. 200-ді 4-ге көбейтеміз, 800. Келесі 50 көбейту 20 көбейту 5. Яғни бұнда 20-ны 5-ге көбейтіп алуға болады. 100. 100-ді 50-ге көбейтеміз, 5000. Келесі 45 қосу 16 көбейту 2 тең болады. Бұнда жеке көбейтуге де болады, қосып алыпты көбейтуге болады. Яғни 45-ті 16-ға қосамыз, қанша болады? 61. Көбейткенде 122. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Әлияның әр түрлі 4 көйлегі және әр түрлі 3 жұп туфли бар. Ол мерекелік кешке баруға жиналып жатыр және не киетінін ойлануда. Алияда таңдаудың неше нұсқасы бар? Міне бала көріп тұрмыз, 4 көйлегі және 3 аяқ киім бар. Бірінші жасыл көйлегін алайық кәнекей. Жасыл көйлегімен қоңыр туфлиді да, жасылды да, көк туфлиді. Яғни жасыл көйлегімен әрбір туфлиді кие алады. Келесі қызыл көйлегін алайық. Ол да дәл солай, яғни әр туфлимен киюге болады. Келесі көгілдір көйлегі. Ол да дәл солай, яғни әр қайсымен киюге болады. Және соңғы сары көйлегі, ол да 3 туфлимен, яғни киюге болады. Сонда барлығы неше нұсқа болды бізде балалар? Барлығы 12 нұсқа болды. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма. Есепте. Бұнда балалар бізде өлшем бірліктер берілген. Яғни ұзындық өлшем бірліктері, содан кейін масса өлшем бірлігі және уақыт өлшем бірліктеріне байланысты өрнектер. Енді қараңыздар, біріншісінде 2 километр 308 метр көбейту 600, азайту 6 километр 864 метр. Енді бізге көбейткен кезде метрге айналдырып алған жеңіл, сондықтан да 2 километрде, яғни 1 километрде бізде 1000 метр, 2 километрда 2000. Сонда 2308 көбейту 67-ге көбейтіп аламыз. Содан кейін азайтамыз 6864-ті. Тең болады бізде 139492 метр болады. Екіншісіне қарайық, бірінші жақшаны үшін орындап аламыз. Яғни бұнда бізге грамға айналдырып алған жеңіл. Ол үшін 1 килограмда 1000 грамм бар, 20 килограмда 20.000 грамм. Сонда 20560-тан азайтамыз 19640 грамм. Одан кейін бөлу. Ол бұнда да дәл солай 16 килограмды грамға айналдырып аламыз. 16560-ты сонда бөлеміз жақшаның ішіндегі шыққан санға. Тең болады 18 грамм. Келесі, бұнда да килограмға айналдырып аламыз. 5 тонна дегеніміз 5000 килограмм. Сонда 5794 килограмм қосу. 1 центнерде бізде 100 килограмм бар балалар, я? Сонда қосамыз. Неше болады бұнда? Егер бізде мұнда 781, оны 100-ге көбейтеміз. Сонда қанша болады? 78100. Қосып аламыз. Содан кейін 26-ға көбейтеміз. Тең болады 2.181.244 килограмм. Және соңғысында уақыт өлшем бірлігіне бұнда минутқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут. Бірінші минут айналдырамыз, көбейтеміз 950-ге. Екіншісінде дәл солай минутқа айналдырып бөлеміз. Содан кейін бір-бірінен азайтамыз. Тең болады 244188 минут. Келесі тапсырма, 8-ші тапсырма. Бір фермердің сәбізден алған түсімі 90 центнер гектар. Ал екінші фермердікі 105 центнер гектар. Егер екі фермердің әр қайсына сәбіз егуге 6 гектар жерден бөлінген болса, онда қай фермер артық түсім алады және қаншаға артық деп шешуін қарайық. Ол үшін балалар, әрбір фермердің 6 гектар жерден қанша түсім алған табамыз. Бірінші фермерде 90 центнер гектарына көбейтеміз 6 гектарға. Тең болады 540 центнер. Бұл бірінші фермердікі.
Екіншісін қарайық. 150 центнер гектар көбейтеміз 6 гектар, 900 центнер. Бұл екінші фермердікі. Сонда бізде сұрақ тұр. Қай фермер артық түсім алады? Екінші фермер артық түсім алады. Және қаншаға артық? Ол үшін екінші фермермен, яғни қайсында көп, содан екіншісін азайтамыз. Тем болады 360 центнер. Сонда жауабы 360 центнер түсім артық алады. Келесі тапсырма, 9-шы тапсырма. Серік құлыпқа код орнатты. Оны ашу үшін 3 цифрдан тұратын комбинацияны теру керек. Міне құлып тұр 1, 2, 3 деген сандар. Егер цифрлар қайталанбайтын болса, барлығы неше комбинация бар? Міне қарайық. 1, 2, 3 өзі берілгені бұл. Келесі 132, 231, 213, 312, 321. Сонда бізде барлығы 6 комбинация балалар. Енді айтады. Серіктің құлпының коды 300-ден артық болатын жұп сан. Осы санды ата. Енді қарайық. Бізде 300-ден артық 312 және 321. Енді қайсысы бізде жұп сан? Дұрыс айтасыздар, 312. Сонда серіктің құлпының коды 312 екен. Келесі тапсырма. 10-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер. Балалар театрына кіре берістегі киім өткізетін орынға 4 бала қалпақтарын беріп, шығарда қайтып алды. Олардың әр қайсының бөтен қалпақ алуының қанша нұсқасы бар? Енді сонда балалар олар шыққан кезде біреуі де өзінің қалпағын алмау керек. Әр қайсы біреудің қалпағын алып шыққан. Сонда неше нұсқасы бар екен? Жауабын қарайық. Яғни 1, 2, 3, 4 деп аламыз. Бұл балалардың номерлері. Енді нұсқаларды қараңыздар. 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Сонда жауабы 9 нұсқа бар екен. Осымен біздің балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.